Әт-тахият дұғасы бұл жай ғана дұға емес, бұл Алла тағаламен болған тірі диалог. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның миғраж түніне көтерілген кезі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 7-ші қат көктегі Сидратул Мунтахаға көтерілді. Яғни ол жерге жалғыз өзі емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге Жибрил алейхиссалам періштеге көтерілген еді. Бірақ Жибрил алейхиссаламға сол жерден тоқтау әмір етілді. Яғни ары қарай баруға оған рұқсат жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сонда Жибрил Раббыңа барда сәлем де деді. Бірақ Аллаға ассаламу алейкум деп айтылмайды. Себебі Алла тағала бейбітшіліктің қайнар көзі. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ат-тахияту лиллахи уассалауату ват-тайибат, барлық сәлемдер, барлық дұғалар, барлық жақсы амалдар Аллаға тән деді. Сонда Алла тағала оған жауап беріп: ассаламу алейка айюхан наби, саған Алланың сәлемі болсын уа пайғамбар, ва рахматуллахи ва баракатух, және Алланың рахметі мен берекесі болсын деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл берекет пен сәлем тек өзіне ғана емес, өзінен артынан ерген барша үмметі мен салих құлдарына да болсын деп ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин деді. Бізге және барша игі салих құлдарға да Алла тағаланың бейбітшілігі, сәлемі болсын деді. Сол кезде осы нәрсеге куә болған періштелер ашхаду ан ла илаха иллалла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деді. Яғни сіз бен біздің күнде намазымызда оқып жүрген дұғамыздың осындай таңғажайып тарихы бар. Егер біз әрбір айтып жүрген дұғаларымызды осындай ықыласпен, хушухпен, оның мағынасын ұғып намазымызда оқитын болсақ, ендеше намазымыздағы ықыласымыз бөлек болатын еді. Мен сіздерге бұл дұғаны төменге қалдырам. Бұл видеоны өзіңіздің намаз оқып жүрген достарыңызбен, жақындарыңызға бөлісіңіз. Олар да бұл дұғаның ғажайыбымен таныса отырсын.